Құрметті әріптестер, ақпан айында квалтесін тапсыратын әріптестерге сәттілік тілеймін. Бүгін 2026 квалтес ақпан айында келіп жатыр деген нұсқаның бірінші нұсқаның 7-ші есебінен бастап талқылайтын боламын. 7-ден 17-ші есебіне дейін осы видео талдауымда толық талқылайтын боламын. Ендеше бастадық. 7-ші есебімізден бастайық. 7-ші есебімізде берілген мәлімет мынандай екен. Бізге телефоннан міне сіздерге қарап осыдан сіздердің жіберген есептеріңіз бойынша талқылап жатырмыз. Бізге берілген епат x тең 2026, одан кейін түбір астында екен анықталу болсын табу 2026. Бұл жерде 2 синус 3х алынған 1 екен. Алынған дейміз. Бұл жерде 2026 дейміз. Бұл жерде тәңгеніз х алынған түбір астын 3 екен. Бөлімінде бізде түбір астында синус квадрат х қосылған 1 деген есеп екен. Ендеше бастайын. Анықталу облысы дегеннен кейін міндетті түрде түбір асты бөлімдерін қараймыз. Бұл жерде түбір асты бар екен, бәрі бөлімде тұр екен. Сол үшін 2 синус 3х алынған 1-ді біз нөлден үлкен деп алады екенбіз. Нөлге теңдік алмаймыз, өйткені бөлімде тұр. Нөлден үлкен деп алады екенбіз. Екіншісі алымына қарайық. Бұл жерде тәңгеніз х алынған түбір астын түбірде тұрғандықтан нөлге тең немесе нөлден үлкен деп аламыз. Нөлге тең немесе нөлден үлкен аламыз. Ал мына жердегі бөлім бар ғой, мына синус квадрат қосқан бір, оны қарастырмаймыз. Себебі синус квадраттың бүкіл мәнінде оң мән шығады. Синус х-тің квадраттап тұрғаннан кейін бүкіл мәнінде оң мән шығады. оған бірді қосақ оң мән, оның түбірде анықталу болсын қарастырудың қажеті жоқ. Енді осы жерде шығара береді екенбіз. Біріншісін шығарайық. Синус 3х бізде 2-ден 1-ден үлкен деген шығады екен. Осы екеуін градус бойынша қазір қай жерді алу керек екенін сіздерге көрсете салатын боламын. Ендеше бастайық. Бізде 2-ден 1 деген бұл жерде қанша градус? 2-ден 1 дегеніміз бізде пи бөлінген 6 деген сөз. Параллель сызайық. Мына жақтан келеді екен. Осы жерде градус алады деген сөз. Бұл жерде анықталуысына келмейді. Бұл 5 пи бөлінген 6. Бұл жақты білеміз ғой. Онда жазып алайықшы. Пи бөлінген 6 үлкен дегенден қосылған пи бөлінген 6 қосылған 2 пиінен ортада 3х деп жазамыз. Бұл жерде 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пиін дейміз. Енді қарайтын болсақ, бұл жерде енді градусқа айландырмасақ бізге оңай болады. Екеуін ұқсастырамыз қазір. Бұл жерде 180-ді 6-ға бөлетін болсам 30 градус болады екен. Бұл жерде 180 не екен? Әріптестерге оңай болу үшін енді шамалы келгенше көрсетейін деп жатырмын. Бұл жерде 183-ге 60, 150 градус қосылған. Қиылысқан табу үшін неге сызбаймыз, кестеге сызбаймыз десек, осылай табады екенбіз. 160 n. Енді n-нің орнына n тең бірінші нөлден бастаймын. N-нің орнына нөлді қойсам не шығады? N-нің орнына нөлді қойсам 30 градус және 30 бен 60-тың арасы деген шығады екен. Көрдіңіздер ме? Бірінші 3-ке бөлеміз. 3-ке бөліп алайықшы. Так, 3-ке бөліп алайық, одан кейін барып есептейтін боламын. 3-ке бөлетін болсақ, бұл жерде 10 градус болады екен, қосылған 60 n болады екен. 360 қой бұл жерде. Бұл жерде 360, 180 деп қойдым, 360. Сонда 3-ке бөлетін болсам, бұл жерде не шығады екен? 120 шығады екен. Енді сіздерге толық көрсетемін. 120 n болады екен, х болады. Бұл жерде 50 қосылған 120 n екен. 360 градустан аспайтындай аралықта қойып алайық. Содан соңында 2 пиін жалғайсасақ, бізге оңайырақ болады. Жалпы осы есеп үшін ғана айтып отқаным ғой. Енді қарайықшы, n-нің орнына мен 0-ді берсем 10 градус. N-нің орнына қай жерде қиылысатын жазбасақ болғаны. N-нің орнына 0-ді берсем менде 10 градус және 50 болады екен. Екіншісі бізде n-нің орнына 1-ді берсем 130, 1-ді берсем 170 болады екен. Міне үшіншісі n-нің орнына біз 2-ні берсек 240, 250 болады екен. 2-ні берсем 240, 290 болады екен. Міне n-нің орнына осы енді қойсам 360-дан асып кетеді. Осыларды тауып алайын. Енді екіншісін шығарайық. Тәңгеніз х бізде түбір астын 3 немесе үлкен дейді. Бұл дегеніміз бізде міне жерге сатын болсақ, бұл дегеніміз бізде тәңгеніз екеуінде мағынасыз. Түбір астын 3 дегеніміз мына жерде бізде осыдан кіші дейді. Түбір астында 3 дегеніміз пи бөлінген 3. Онда ол қайдан басталады екен? Минус пи бөлінген 2 қосылған пиінен басталады екен, е? Түбір астын 3-тен үлкен деп тұр екен ғой, кешірім сұраймын. Үлкен үстіңгі жақты аламыз. Үлкен деп тұр екен ғой, кешірім сұраймын. Пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 2 дейін қабылдайды екен. Жоғары жақты қабылдайды. Бұл жерде пи бөлінген 2 дейміз. Сонда пи бөлінген 3 қосылған пиін дейміз. ортада x, бұл жерде пи бөлінген 2 қосылған пи n дейді екенбіз. Градус бойынша жазбайыншы.
Бұл дегеніміз 60 градус қосылған 180 n дейік. Ортада x дейік. Бұл жерде 90 қосылған 180 n дейік. Ннің орнына мән берейікші, 0-ді берсек 60-та 90 болады екен. Міне 1-ді беретін болсам 240-та 270 екен. Енді 2-ні берудің қажеті жоқ, асып кетеді. Енді екеуінде қиылысатын жерлері бар ма? Мысалы 1-ден бастап біз дейінші. Біріншіде 10 мен 50 деген мына екеуінің ортасына түсетін бар ма? 60 мен 90 арасына түспейді, 240 пен 70 арасына түсетін жоқ, бұл келмейді. Даже екеуінде мүлдем келмейді. 130 мен 170. 130 мен 170 келмейді. 90-нан үлкен 130, 170 екеуінің ортасына түспейді. Енді үшіншісі сәйкес келіп тұр екен. Үшіншісі қайсы екеуі сәйкес келіп тұр екен? Үшіншісін қарайық. Үшіншісі бізде екеуі сәйкес келіп тұр екен. Бұл жерде қандай жақшалар? Бұл жерде бізде тік жақшалар, мынада. Екеуі сәйкес келіп тұр екен. Былай айтып тұр. Мынау 240-тан 270-ке дейін дейді. Мынау 250-ден 290 дейді. Екеуінің қиылысқаны, онда екеуіне бірдей болу үшін 250-ден басталады. Қиылысқаны 250-ден бастайды да 270-ден тоқтайды екен. Міне екеуінің қиылысқаны. Онда бұл дегеніміз 250 градус дегеніміз 25 пи бөлінген 18 деген сөз. Мынау. Оған 2 пиенді қоса саласыздар жауапқа, екеуде жай жақшы екен. Мынаны білесіздер, 3 пи бөлінген 2 қосылған 2 пиен деген міне біздің ізденіміз жауаптар шықты. Түсінікті болды ғой деймін, я? Онда біз келесіп көтейік. 8-ші есепте бізде берілген екен, дұрыс 6 бұрыштың дейді. Не телефоннан қарап жатырмыз. Дұрыс 6 бұрышты қиық пирамиданың биіктігі 6 дейді. Қиық пирамиданың биіктігі 6, табандары 2 және 4-ке тең дейді. А1 2, А2 тең, 4-ке тең. Енді бізге табан қабырғасы 2 және 4 пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Көлем деген неге тең дейді. Ендеше бастайық. Дұрыс 6 бұрышты сызу бізге қиын. 2 табаны кішкене 2 қылып бөлек бүйтіп салсылайық. Біреуі бізде осылай бір табан, екіншісі бізде үлкенірек астыңғы табан деп аласылайын. Сіздерге түсінікті болу үшін мынау үлкен табаны, астыңғы табаны үлкен қылып аласылайық. Енді бізде кішкене табаны 2 дейді. Көлемін сұраған екен. Көлем дегеніміз бізде 3-тен 1 h S1, S2, S1, S2 қосылған түбір астында S1, S2 деген формуламыз бар. 2 табан ауданы керек болады. Енді табан ауданы табу үшін бұл дұрыс 6 бұрыш болғандықтан бұл жер қанша градустан болады? 60 градустан болады. Бұлай 6 бұрышқа бөлінеді ғой, өздеріңіз байқағандай 6 бұрышқа бөлінеді. Енді осы бізде біреуінің ауданын тауып аламыз да 6 есесек болғаны. Біреуінің ауданын тауып алайық. Маркермен байып қойын. Осы біреуінің ауданын табамызды 6 еселейміз. Біреуінің ауданы неге тең? Біреуінің ауданы бізде а квадрат түбірасын 3 бөлінген 4 тең қабырғалы 3 бұрыш біреуінің ауданы. Онда бір кішкене қабырғасы 2 2 бәрі 4, 4 пен 4 қысқарады. S1 деген түбірасын 3 екен. Жалпы бірінші табаны оны 6 еселейміз, 6 түбірасын 3 болады екен. Екінші бұрышта бізде қабырғалар 4 дейді, тура осылай тауып аламыз. Екіншісі бізде аудан мынау. S1 аудан қабырғалар 4, 4-тен тең қабырғалы 3 бұрыш шығады. Ода а квадрат түбірасын 3 бөлінген 4. 4-тің квадраты 16, 16-ны 4-ке бөлетін болсақ, S1 4 түбірасын 3 шығады екен. Сонда екінші табан ауданы, екінші табан ауданы 6-ға өтеміз, 6 түбірасында 3. Енді орнына қойайық, 3-тен 1, бұл жерде 6 биіктік, S1 дегеніміз 4 түбірасында 3, S2 дегеніміз бізде 6 түбірасында 3, ал енді екеуін көбейтетін болсақ, табан 24 жерде 6-ға өтеміз ғой, 4 6 24. 6 ауданы бар деп көбейтпей кеттім, 24. Онда екінші ауданның орнына қоямыз да 24 түбірасын 3 дейді екеміз. 24 түбірасында 3 дейді екеміз, қосылған дейміз, екеуін көбейтеміз. Міне 2 ауданды көбейтетін болсақ, 24 пен 6-ны көбейтетін болсақ, 120, 144, 12 түбірасын 3 шығады екен, 12 түбірасын 3. Бұл жерде 6 мен 2 қысқарады, сонда 2 болады екен. Бұл жерде есептесек, бұл жер 4 емес, 6 түбірасын 3 қой, міне 4 деп тағы қате жазып қойдым. Бұл жерде қанша? 6 түбірасын 3. 6 түбірасын 3, бірінші аудан. Міне 6 түбірасын 3, бірінші аудан, екінші аудан. Қоссақ 30, 42 түбірасын 3 екен. Сонда көлем дегеніміз 84 түбірасын 3 деген жауап болады екен. Онда біз келесі көтетін боламыз. Келесі 9-шы есебіміз туындысын. 9-шы есебіміз бұлай берілген екен. Y тең x квадрат қосылған 5. X квадрат қосылған 2x квадрат алынған 4. Осындай берілген екен, x нөл нүктесінде туындының мәнін тап дейді. Бұл қандай туынды болады? Бөлу туындысы болады. X квадрат қосылған 5-тің туындысы 2x квадрат алынған 4 болады. Алынған 2x квадрат алынған 4-тің туындысы x квадрат қосылған 5 болады екен. Бөлімінде 2x квадрат алынған 4 болады.
екен, осының квадраты екен. Енді туындысын реттеп алайық. Туындысы бұл жерде x квадраттікі 2x квадрат алынған 4 болады екен. Алынған бұл жерде туындысы 4x болады, x квадрат қосылған 5 болады екен. Бөлімінде 2x квадрат алынған 4-тің квадраты деп аласылайық. Енді бұдан ары ықшамдаудың бұл жерде мүлдем қажеті жоқ. Бұдан ары ықшамдаудың мүлдем қажеті жоқ. Неге? Себебі бізде мән берілген екен. Осы мәнді осы жерге қайтеміз. Қоя салсақ жеткілікті екен. Осы жердегі мәнді қайтеміз. Осында қоя салады екенбіз. Мысалы, бірді қоя салайық. Бірді қоя салатын болсақ, бұл жерге мәнін қоя салайық. Бірді қоятын болсақ, 2 болады. Міне туындысы. Бірді қойсақ 2 болады. Бірді қойсақ 2 квадраты 2, минус 2 болады екен. Бұл жерге бірді қойсақ минус 4, бұл жерге бірді қойсақ 1-дің квадраты 1, 6 болады екен, иә. Енді бөлімде бірді қойсам 1-дің квадраты 1, 2, 4, 2-дің квадраты 4 болып кетеді, минус 2-дің квадраты. Осыны есептесек болды, міне 24, 28, минус 28 бөлінген 4 деген 7 деген минус 7 деген мән шығады екен. Онда біз келесі есептерге қарай өтетін боламыз. Бұл бізде 9-шы есебіміз екен. Кейбір оңай есептерді қалтырып кетеміз, кейбір оңай есептерді қалтырып кетемін. Онда мен 11-шы есепке түсе берейік. 10-шы есеп оңай ғой, теңдеуін жаза салу керек екен. 11-шы есеп. 20% 32 грамм тұз ерітіндісі дейді. 32 грамм 20% тұз ерітіндісі дейді. 32 грамм 20% су ерітіндісіне 30% 18 грамм тұз ерітіндісін қостық дейді. 18 грамм 30% тұз ерітіндісін қостық дейді. Су ерітіндісі қосылды. Қоспаның анықтаңыз, концентрациясын анықтаңыз дейді. Онда оңай екен. Бірінші мынаның 32-ні 0,2 көбейтеміз. Қанша шығады екен? Бірінші нақтылы қанша тұз бар екен табайық. 32-ні көбейтеміз 0,2-ге 20%, 6,4 шығады екен. 18-дің 30%-ін 0,3-ке көбейтеміз, сонда 5,4 шығады екен. Енді біздестер жалпы тұздың мөлшері қандай? Ықтималдықты білесіздер. Жалпы енді емға бөлемізді көбейтеміз 100%-ға, білесіздер. Енді осы жерін табасылайықшы. Мына екеуін қосатын болсақ 11,8 болады екен. Жалпы затқан екеуін қосамыз 40. Көбейту 100% дегенмен есептейді екенбіз. Сонда проценті қанша шығады екен көрейік. Түсінікті ма? Екеуін көбейсек 5,4-ге қосады екенбіз. Жер калькуляторға болу керек екен, уақыт алады екен. Жақсы, 11,8-ді бөлеміз 40-қа. 29,5% дейді. Түсінікті ғой, Так, есебіміз қайда кетіп қалды екен, тауып болайық қазір. Енді көрдіңіздер ғой, 32 грамм 20%-дық 32 грамм тұзды су ерітіндісіне 30% 18 грамм тұз ерітіндісін қосылды. Қоспан концентрациясын анықтаңыз дейді. 32 санын дұрыс жаздым екен, бір қарай салайын деп. 32 20%-ға өсек 6,4 болады, 64 болады, 6,4 болады. 18-ге өсем 33, 24, 54, 5,4 екеуін қосақ 11,8 болады. Жалпы зат екеуінде 32, 18-ді қосатын болсақ 50 болады. 40 деппін ғой, 50 болады. Жерде 40 деп жазып қойған екен, 50 болады екен. Так, енді есептей беріңіздер, 50-ге бөле саламыз. 11,8-ді 50-ге бөледі екенбіз. Бөлінген 50 дейік. Сонда 23,16% деген шығады екен. Түсінікті деген сенімдеміз. Осылай шығару жолынан қараңыздар, 13-ші есебімізде тік бұрышты трапеция берілген екен. Өздеріңіз көріп отқандай сіз баста бар. Тік бұрышты трапеция берілген екен. Өшір емес сіздерге сізіп көрсетейін. Міне осындай тік бұрышты трапеция екен. Ішіне не сызылыпты? Шеңбер сызылған екен. Енді тік бұрышты трапецияда белгілеп алайық, бізде ABCD деп берілген екен. ABCD. Енді қарайық, BE бізде түбір астында 5 дейді. Нүктесі мына жерде екен. BE бізде түбір астында 5. BE түбір астында 5 екен. Еді 2 түбір астында 5 екен. Еді 2 түбір астында 5. BD қабырғасының ұзындығын табыңыз деген екен. BD қабырғасының ұзындығын табу керек екен. BD қабырғасының ұзындығы неге тең деп берілген екен. Ендеше есептеуімізді бастайық. Ендеше есептеуімізді бастайтын болсақ, бізде қасиет бар. Бұл жер 90 градус болады.
тік бұрыш үшбұрыш болып қалады, себебі бізде трапецияда 13 түрлі қасиет бар деп әріптестерге айтқанбыз, содан пайдаланатын боламыз. Осы жерде мен радиусты тауып алайын. Одан қалған табу қандай болады? Бізге оңайырақ болады екен. Ендеше бастайық. Осы жердегі тік бұрыш үшбұрыштан пайдаланайын. Не маркермен де бояқ. Осы жердегі тік бұрышты үшбұрыштан пайдаланамыз. Мына жердегі тік бұрыш үшбұрыштан пайдаланайық. Енді қарайықшы, гипотенузасы қанша болады? Гипотенузасын бірден тауып кетейік. Түбірасында 5-тен 5 шығады. Мынадан 20, 25, 5 болады екен. Енді бізде мына жерден біз радиус тауып алайық. Бұлда 90 градус жасайды. Жаңа мен радиус. Бұл шеңбердің радиусы болады екен. Осы тікбұрыш үшбұрыштан пайдаланып тауып алайықшы. 2-ден 1, 2 катеті. 2-ден 1, 2 катеті. Тікбұрыш үшбұрыштың ауданын табу 2-ден 1 абы, 2-ден 1 сашысы деген бар. Мінекей қысқарады. Абы деген 2 катеті. Бір катеті бізде түбірасында 5 екен. Міне бір катетін көрдіңіздер, түбірасында 5. Екінші катеті 2 түбірасында 5 екен. Екінші катеті 2 түбірасында 5 тең. С дегеніміз гипотенуза 5, мынау радиус екен. Сонымен бұл жерден есептейтін болсақ, 2 түбірасында 5 болады. Радиус бізде неше шығады екен? 2 деген шығады екен. Енді тікбұрыш, осы тікбұрыш үшбұрыштан тағы мынандай қасиеті бар. Осы тікбұрыш үшбұрыштың өте көп формула жаттаңыздар деп әріптеске айтып едім. Осы тікбұрыш үшбұрыштың тағы қасиеті бар. Мына Б, Е, С деген тікбұрыш үшбұрыштың тағы мынандай қасиеті бар. Гипотенуза жүргізетін болсақ, бұл жер 90 жасайды. Мынау А болатын болса, бұл жер А-сы проекциясы деп айтқанбыз. Мынандай А-сы проекциясы. Онда осы жерде мынандай тағы формула бар. Формула көп жаттау керек дейтініміз осы А квадрат тең А-сы проекциясы және С деген бар. Осы А-сы проекциясын бізге табу керек. Осы А-сы проекциясын табу керек. А квадрат дегеніміз бар, міне түбірасында 5. Мына А квадрат А дегеніміз түбірасында 5. Түбірасы 5-ің квадратынан 5 шығады. А-сы белгісі С деген гипотенуза бізде 5-ке тең. Сонда А-сы не шығады екен? 1 шығады екен. А-сы деп отырғанымыз мына жердегі кесінді, бұл бізде 1 шығады екен. Енді бір шеңбердің қасиеті бар. Шеңберге 2 жанама жүргізетін болсақ, жанасы нүктесінде екеуі тең болады дейді. Онда бұл жерде не болады? 1-ге тең болады екен. Мін жерде де 1-ге тең болады екен. Бұл жерде 1-ге тең. Қараңыздар, шеңберге 2 жанама жүргізіп тұр. Міне 2 жанама. Мынандай 2 жанама. Бұл жерде 1-ге тең. Ал мынау бізде радиус. Радиус қаншаға тең? Радиус бізде 2-ге тең. Онда бұл жерде 2-ге тең болады екен. Енді осы трапецияны қайтадан сызып алатын болсақ, бізге трапеция ғана керек болып тұр ғой. Осындай трапецияны қайтадан сызып алатын болсақ, бізде мына қабырға неге тең болды? 3-ке тең болды. Себебі мына жер 2 міне. Мына жер 2, мына жер 1. 2-ке 1-ді қоссақ, бұл қабырға 3 болды. Ал мынау радиус. Бұл жерде радиус 2 болды, бұл жер 2 болды. Онда бұл жер 4 болады екен. Енді қараңыздар, бізге берілген А, Б, С, Д. Бізге Б-дан тап деді. Б-ды бізде не болып қалады екен? Міне Б-ды диагонал болып қалады. Онда 3-тің квадратына 4-тің квадратын қоссақ 5. Жауабы 5 деген ізденіп жауап шығады екен. Бұл бізде 13-ші есебіміз. Келесі есептерге қарай өтейік. 14-ші есебімізге өтетін боламыз. Бұл бізде 12-ші есеп, 13-ші есеп па? Байқамай қалдым, 13 деп жазып қойыппын, иә, 13 деп жазып қойдым ғой деймін. Жақсы, онда келесі есеп өтейік. Телефонда қарап алайық. Міне телефон арқылы сіздерге көріп отырмын, құрметті әріптестер. Бұның бәрін жазуға уақыт болмай жатыр. Сіздерге кішкентай болса да бір пайдасы тисе екен деген нәрсемен ғана жазып жатырмыз. Енді 14-ші есепке өтейік онда. Ендеше 14-ші есепке танылғандар бойынша жазып кетіп отырмыз. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 3, айырмасы 3 болса дейді. Бірінші мүшесі 3, айырмасы 3-ке тең болатын болса, Д тең. Арифметикалық прогрессияның А1 3, айырмасы да 3 болса, онда алғашқы мүшелерінен бастап 6-шы мүшесінен бастап 20-шы мүшесіне дейінгі мүшелердің қосындысын тап дейді. Көрдіңіздер ме? Қай мүшеден бастап дейді? 16-шы мүшесі екен. Иә, А16-шы мүшеден бастап дейді. А16, А17 деп кете береді ғой. Мүшесінен бастап, А16, А17 мүшесінен бастаңыздар дейді. Бізге А16 20-шы мүшесіне дейін. А20-шы мүшесіне дейінгінің қосындысын табыңыз дейді. 20-шы мүшесіне дейін қосындысын тап дейді. Енді мынау қысқа арифметикалық прогрессия екен ғой. Қысқа болса орындарына қойып та бастайықшы. Мынау А1 қосылған 15-ті болады. Бұны білесіздер, А17 А1 қосылған А17 қалай ашылады? А17 қалай ашылады, соған қарай салатын боламыз.
Енді А17-ге қарай салайық. Мына жерде өшірейік. А17 бізде А1 қосылған 16-да болады. А18 А1 қосылған 17-да болады. А19 А1 қосылған 18-ді. Аз болған есепті дей салайық. А1 қосылған 19-ды дей салайық. А1-де неше бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5 А1 болады екен. Бұл жерде 15-ке 5-ті көбейтсек 75 болады. Мынада біреу артық болады. Мен 15-тен 4-еу 5-еу барса, 5-еу бар деп алдым бірінші. 1, 2, 3, 4, 5-еу. Мынада біреу артық болып кетті. 1-ге 2-ні қосатын болсам 3, мына 3 артық 6, 10. 85-ті болады екен ғой. Жалпы қосып шықсаңыздар, бұл жерде нешеті болады екен? 85-ті болады екен. Көрдіңіздер ме? А1 қанша? 3-ке тең. 3, 5, 15. Бұл жерде 85-ті 3-ке көбейтеді екенбіз. 240. Қане көбейте салыңыздар. Калькуляторға ауызша есептеп жатырмыз. 85-ті так 3-ке көбейтетіміз 240, 3, 5, 15, 240, 255. Сонымен 270 деген міне жауап шықты. Бұл 14-ші есеп екен. Келесі есептерге қарай өтейік. Онда бізде 270 деген жауап қандай болады екен? Дұрыс болады екен. Ендеше келесі есептерге қарай өтейік. 15-ші есеп. 15-ші есебімізде мынандай нәрселер берілген екен. 15-ші есебіміз. 15-ші есебіміз так берілісі онша дұрыс көрінбей қалыпты. 15-ші есепті бірасын 3-тен 1 дейді. 16-ші есеп көте берейік. 16-ші есебімізде не берілген екен? X квадрат алынған 1, 2x қосылған 1 деп алайық. Бұл жерде 0-ден кіші деген екен. Осындай теңсіздік екен, е? 0-ден кіші деген теңсіздік екен. Келесі 2x алынған 1, 2x алынған 1, 2x алынған 2 бізде 0-ге тең немесе 0-ден кіші деген теңсіздіктері шығарыңыздар деген екен. Ендеше бастайық, бұл жүйе екен. Енді жүйені бастайық. Бұл бізде x алынған 1 және 2x қосылған 1-ге жіктеледі. Бұл жерде 2x қосылған 1 болады екен, 0-ден кіші деп аламыз. Екіншісі 2x алынған 1, 2x алынған 1, 2x алынған 2 дейді екенбіз. Енді осыларды біз бір қатарға сызып алатын боламыз. Ендеше сызып көрейік. Бір қатарға міне жерге біз теңсіздікке сызып алайық. Ең кішісі қанша екен? -1-ден бастайды екенбіз. Міне жерден бастайық. -1, одан кейінгісі -2-ден 1 шығады. Бәрінде теңдік жоқ. Байқадыңыздар, мына жерде теңдік жоқ. X тең 1 деген шығады екен. Мына жерден белгілі бар. 1-ден үлкен 2-ні беретін болсақ, барлығы оң, теріс. Бұл жерде 0-ден бізде не дейді? 0-ден кішіні алу керек екенбіз. 0-ден кішіні алу керек екенбіз. Не көрдіңіздер ме? Екеуден 0-ден кіші деп тұрау. -1, -2-ден 1. Жақсы, енді келесін сызайық. Екінші келесінде бояймыз. Бұл жерде 2-ден 1 деген бар екен. Бұл жерде 2-ден 1 деген бар екен. Бояймыз. Екі ортаға түседі. Міне 1 деген бар екен. Бояймыз. 1 деген бояймыз. Және 2 дегенді бояйды екенбіз. Барлық алынған түрде тұр ма? Барлық алынған түрде тұр екен. Бұл жерде 2 дегенді бояйды екенбіз. 2-ден үлкен 3-ті беретін болсақ, бұл жерде де барлығы оң сан шығады. Оң, теріс екен. Ал біздерде де 0-ден кішісін ал дейді. Минустарды алады екенбіз. Сонда жауап қалай шығады? Екеуінің қиылысқаны қандай? Минус шексіздікте. Екеуінің қиылысқанын қарап отқан шығарсыздар. Екеуінің қиылысқаны. Біздің экран дұрыс көрінбей қалды ма? Қазір көре салайық. Біздің қиылысқаны қандай екен? Ұзарып кетті ғой экранымыз, е? Қиылысқан жері минус шексіздікте қай жерге дейін екен? Қиылысқан жерін қарап отырсыздар, минус шексіздікте. Мына жерден қиылысқан жері минус шексіздікте минус шексіздікте минус 1-ге дейін болады екен. Одан кейін минус 2-ден 1-ден басталып, 2-ден 1-ге дейін деген жауап болады екен. Енді түсінікті ма? Бұл бізде қай есеп екенін қарайық. Түсінікті ма? Енді жауабын қарасаңыздар, бұл жерде минус 2-ден 1-де біреу қандай болады? Тік жақша болады екен. Минус 2-ден 1-де 2-ден 1 деген жауапты қабылдайды екенбіз. Онда біз келесі есептерге қарай өтейік.